Бірінші есеп. Сандар тізбегінде белгісіз санды табыңыз. Сандар тізбегін жазып алайық. 4, 9, 19, x 79 және 159. Және осы сандардың арасында қандай заңдылық бар екенін байқайық. 4 пен 9-дың арасында плюс 5 бар. 9 пен 19-дың арасында плюс 10 бар. Яғни 4-ке 5-ті қосамыз 9, 9-ға 10-ті қосамыз 19. Және мына жерді байқайық. 79 пен 159-дың арасында плюс 80 бар. Енді біз көріп тұрмыз. 5, 10, тағы бір сан қосылады, тағы бір сан қосылады және 80. Яғни 5-ті 2-ге көбейтсек, мұнда 10 болады. Енді 10-ды 2-ге көбейтіп жазсақ, мұнда плюс 20 болады. Ендеше мына жерде пайда болатын сан, яғни белгісіз санымыз 39 болу керек. Енді әрі қарай тексеріп көрейік. 20-ны 2-ге көбейтейік, 40 болады. Плюс 39-ға 40-ты қоссақ 79 шығады. 40-ты 2-ге көбейтсек 80. 79-ға 80-ті қоссақ 159. Демек біздің тапқан заңдылығымыз дұрыс болып шықты. Ал белгісіз санымыз 39. Демек нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.